Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Мен шықпаған заңғар шың ба, мен мінбеген кемеме? Бәлкім бақыт байлық бекен сараңдықтан басалған, жомарттығы өзгелердің ырысынан жасалған. Талайларға бақыт жинау болса дағы басарман, кейде бақыт байларға да қолын бермей қасарған. Әлде бақыт сұлулық па? Олай дейін десем мен, сұлулар жүр бай аяққа кілем болып төселген. Әлде бақыт билік бекен, қылыш мүдде ұстаған, тіпті қайсар қырандар рұқсатсыз ұшпаған. Жағымпазы сырт көздері шошындырып сұрқымен, бастығының көнетігін чөткілеген мұртымен. Шын парасат иелері бірақ оған бармаған, олар өзін жаудан бұрын жағымпаздан қорғаған. Я биліктің қадамы тоқ, қамалы жоғалмаған, кей қасқырлар биліктен де бақыт таппай сорлаған. Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Көрсет маған, құшақтайын, көтерейін төбеме. Деп едім мен дәл сол сәтте ойы бойы сымбатты, әбден қажып, шашағарған шындық келіп тіл қатты. Бақыт дәйім санасымен ұғымында әркімнің. Қанша ғасыр осын елге ұқтырамай сарқылдым. Қане менің соңымнан ер, мына үйге қарашы. Нақ осы үйде жүріп жатыр бақытпен сор таласы. Үй иесі жас жұбайлар телек ойы қосталған, билік бақыт қатар қонып, иықтымен дос болған. Бірін-бірі сүйгенмен көңілдері тобасыз, тобасыздың есігінен кірген ырыс бағасыз. Келген әрбір жақсылыққа игіліктің басы деп шын жүректен қуана алмау ең қауіпті қасірет. Солай. Енді ақыным мұнда бұрыл деп мені шындық тағы ертіп барды жұпын үйге шеткері. Терезеден қара деді. Жақын тұрып қарадым. Төрде отырған қос жұбайға түсті кенет жанарым. Бөлме іші тым қарапайым, ортада ақ дастархан, дастарханда тек қаранан қос сүйірған тасталған. Кеу айтты: жала қалдым, ертең базар баралық. Жаным, саған ерекше әсем көйлек іздеп табалық. Көйлегім бар, деді әйелі қабағына мұң қонды. Бір бешпетпен жүрсің өзің, міне қанша жыл болды. Екеуі де менен бұрын оған шаттық қонсын деп, алды менен ол оғансын, оның көңілі толсын деп. Бір-біріне сый ұсынып, бірін-бірі жақтады, бірін-бірі ардақ тұтып, орта қойға тоқтады. Көрші аулада бала сөлген жалғыз кемпір бар еді. Шетсіз, шексіз, кең дүние ол сорлыға тар еді. Бұлар қатар шуақ төге ізгі іске өрісті, сол кемпірге қыстық киім әперуге кірісті. Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Мен шықпаған заңғар шың ба, мен мінбеген кемеме? Деп қиялдап, өр биіктен көрсетіп біз бекер бой, қымбаттым-ау, сөйтсек бақыт қанағатта екен ғой. Егер бүгін аластарса мекенімнің шоқтығы, оған себеп қанағатсыз адамдардың көптігі. О тәңірім, қанағатпен басар болса аптығын, мүмкіндік бер қадірлеуге жауымның да шаттығын.